Фаршированный рулетіміздің омлетін дайындаймыз. 3 жұмыртқаға теркадан өткізілген сырымызды, 100 грамм сырымызды араластырамыз. 3 ас қасық манная крупа, 100 грамм майонез, тұз, қара бұрыш дәміне қарай және сары сұйық бояуышты қосасыздар. Араластырамыз. Пергамент қағазы төселген листімізге, табамызға оны әдемілеп бір тегіс етіп, бір жерін қалың, бір жерін жұқа етпей жайып аласыздар. 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Ыстықтай кезінде оны орап қоясыздар. Салмасын дайындаймыз. 250 грамм фаршқа бір қуырылған пиязды араластырасыздар. Бұрыш, тұз, қызыл бұрыш араластырып, начинкамызды дайындап қоямыз. 2 рет үлкенірек размерде фольга қағазыңызды төсейсіздер. Оған омлетімізді әдемілеп дұрыстап жайып қоясыздар. Салмамызды оның үстіне саласыз. Қолдарыңызды майлап, омлеттің үстіне начинкамызды бір тегіс етіп жаясыздар. Асықпаймыз. Қолдарыңыз жабысып жатса майлайсыздар. Орайтын кезде тығыз фольганың көмегімен әдемілеп, бос болып қалмайтындай етіп ораймыз. Видеодағыдай көрсетілгендей. Орап болған соң екі шетін